Міне балаларыңызбен қарым-қатынасты түзетуге және оларды жақыннан танып білуге көмектесетін тағы бір шығармашылық ой. Әке болғандықтан мен әрдайым ойын бірлесіп шұғылданатын шара, оларды одан жақсы танып білуге көмектесетін балаларыма қоя алатын сұрақтар табуға тырысатынмын. Міне қолданып көріңіздер. Өте қызық болуы мүмкін, алайда күтпеген жайттарға дайын болыңыз. Мысалы, сіздің балаларыңыз білетін мен 5 нақыл сөзді, мәтелді алдым. Мынадан бастауыңыз мүмкін. Барлық жұмыртқаны қоймаңыз. Және отбасының әрбір мүшесі оның жалғасын ойлап табуы керек. Немесе қолыңды тістеме. Менің балам былай деп жалғастырды. Саған қол соғатын, яғни шапалақтайтын. Әркім кезекпен сөйлем жалғасын ойлап табады. Немесе тағы махаббат пен барлық қор жақсы. Әпкеңді соққың келген кезде деп балам жалғастырады. Немесе былай, егер ұзақ қиналатын болсаң, және әрбір отбасы мүшесі осы мәтелді өз ойынша жалғастырсын. Ал мынау біздің ең жақсы көретініміз. Балалар көзге көрінетін болуы керек, бірақ және әркімнің өзінің жалғасы бар. Мұның нені беретінін білесіз бе? Бұл баланың ішкі дүниесіне үңілуге мүмкіндік береді. Өз мәдениетіңізге немесе отаныңызға қатысты ойыңызға келген белгілі сөйлемді алыңыз да оны аяқтамаңыз. Махаббат пен барлық амал жақсы. Мұны балалар аяқтасын. Осы ойын арқылы өз балаларыңыз жайлы ешқашанда білмейтін нәрселерді білуіңіз мүмкін. Сіз көптеген күлкілі және қызықты нәрселер естисіз. Бірақ әрбір әзілдің бөлігі бар. Қалғанының барлығы шындық. Сондықтан мен балаларымды мұқият тыңдап, олардың айтқандарын миыма тоқитынмын. Балаларыңызбен қарым-қатынас жасаңыздар. Сонда шынайы, берік отбасын құрасыз.